Саламатсыздар ма балалар? Отырыңыздар. Бүгінгі ашық сабағымыздың тақырыбы автокөліктің шанақ құрылғысы. Ең алдымен жаңа тақырыпқа көшпестен бұрын өткен сабағымызды қайталап алайық. Өткен сабақта трансмиссия жайлы өткенбіз. Кім айтады трансмиссия туралы? Нұрасыл, айтыңыз. Трансмиссия дегеніміз ол автокөліктің қозғалтқыш қорабы және шанақ десек болады. Шанақ дегеніміз ол адамды тасымалдау және жүк тасымалдау деп бөлінеді. Жақсы, Нұрасыл, отырыңыз. Тағы да кім айтады трансмиссия жайлы? Айтыңыз. Трансмиссия деп двигательдің бетіндегі қуатты қозғалтқыш доңғалақтарға жеткізетін механизмді атайды. Осы механизмнің негізгі қызметі енді білікті айналдырыш моментті бірнеше есе көбейтіп қозғалтқыш доңғалаққа жеткізу болып табылады. Себебі тракторды жүргізу үшін оның доңғалағына үлкен күш түседі, ал сол күшті айналдырғыш момент тудырады. Жақсы, Қайнар, отырыңыз. Ал енді үй жұмысын осымен аяқтап, жаңа тақырыпқа көшейік. Жаңа сабағымыздың тақырыбы автокөліктің шанақ құрылғысы. Ең алдымен жұмысқа кіріспес бұрын техника қауіпсіздігін сақтай отырып, технологиялық нұсқаулықты қолданып, ВАЗ-2107 автокөлігін шанақ құрылысын бөлшектеп және жинаймыз. Міне сіздерге техникалық нұсқаулық. Осы нұсқаулықпен таныса отырып, кезек-кезекпен шанақ құрылысымен танысамыз. Жаңағы нұсқаулыққа қарасаңыздар, бұл жерде нұсқаулықты пайдалана отырып, ең бірінші шанақты бөлшектеу болады. Ол жерде сіздерге 20 минут беріледі, және оны қайтадан құрастыру 20 минут беріледі. Нұсқаулықты пайдалана отырып, керекті құрал саймандарды қолдана отырып, жұмысқа кірісеміз. Жұмысымызды бастамас бұрын ең алдымен сіздерге шанақ жайлы түсіндіріп кетейін. Экранға қарасаңыздар, бұл жерде автокөлік берілген. Автокөліктің бөлшектері міне капот, бампер, капот, әйнек жуғыш, сыртқы айна, бүйір терезе, шатыры, антеннасы және артқы есігі берілген. Бұл жерде бүгінгі жұмысымыздың мақсаты капотты, радиатордың торын және де бұл жерде артқы багажниктің есігін шешу керек болады. Және де бұл жерде артқы габариттерді шешеміз. Енді жұмысқа кірісейік. Технологиялық нұсқаулықты және құрал жабдықтарымызды және ВАЗ автокөлігімізді қолдана отырып, технологиялық нұсқаулықты берілген тапсырманы орындаймыз және де техника қауіпсіздігін сақтаймыз. Жұмысқа кіріссеңіздер болады. Ең алдымен капот шешесіздер. Енді келесі жұмысымыз решетканы шешу. Решетканы шешеміз. Ол үшін сіздер жерде қолданылған берілген отвертканы қолданасыздар.
Техникалық нұсқалықты қолдана отырып жақсы жұмыс жасадыңыздар. Енді сол жұмысымызды бекітетін болсақ, мына жерде Learning Apps бағдарламасы арқылы жұмысымыз жалғастырайық. Кім бастайды? Алиби, келіңіз. Бұл жерде сіздерге берілген жұптарын табу керек болады. Экранға қарасаңыздар, бұл жерде суреттер берілген. Ол суреттерді пайдалана отырып, астындағы сөздермен теңестіру жұмысы жүргізіледі. Мына суретте не көрсетілген? Дұрыс айтасыздар. Ал мына келесі суретімізде? Капот берілген. Келесі суретімізде багажник берілген. Соны теңестіреміз. Енді мына суретте мухабойка. Және де келесі сурет. Ал мына суретке мына багажниктің астына алып қалды. Алиби. Ал мына суретте спойлер берген. Енді жұмысымызды тексеріп көрейік. Мына батырмаға басамыз. Жақсы, бәрін дұрыс таптыңыздар сіздер. Енді орныңызға бара берсеңіз болады. Өте жақсы, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, бүгінгі сабағымызда не үйрендіңіздер, не түсіндірдіңіздер? Алишер, айтыңыз. Бүгінгі сабақта біз ВАЗ-2107 көлігінің шанақтарын бөлшектеп, және де оған қандай элементтер жататынын, оның атқаратын қызметтерін үйрендік. Және де осы интерактивті тақта арқылы бірнеше тапсырмалар орындадық. Жақсы, Алишер, отыра берсеңіз болады. Бүгінгі сабағымызда жұмыс жасағандарыңызға байланысты Platon's платформасына тиісті бағаларыңызды қоямын. Енді бүгінгі сабағымызда сіздерге үй жұмысына, сіздерге осы автокөліктің шанақ құрылысы жайлы оқып, және де берілген тапсырмаларды орындап, YouTube арқылы шанақтың құрылысы жайлы видео сабақты көріп, және сол жайлы презентация жасап келеміз. Сіздерге түсінікті ма? Түсінікті. Жақсы, енше сау болыңыздар. Сау болыңыздар.